Мемлекет басшымыздың тапсырмасына сай, еліміздің қылмыстық кодексіне 2019 жылы өзгеріс енгізіліп, бір қатар қылмыстар үшін жаза күшейтілді. Солардың ішінде мал ұрлығы қылмысы да бар. Аудандық сотта соңғы 2 жылда қаралған қылмыстық істердің 20%-ын мал ұрлығы қылмысы құрап отыр. Өзгенің малын әкесінен қалған мұрадай оңды-солды сатып, баймақ болғандар қармаққа ілініп жатыр. Мал ұрлығы қылмысымен күресудің бірден бір жолы бұл мал иелерінің өздері сақтық шараларын күшейтуі қажет. Мәселен, жоғалған 4 түлік малдарын жедел түрде құқық қорғау органдарына хабарлау, олардың дер кезінде сырғаланып, ең таңба салынып, есепке қойылуын қамтамасыз ету қажет. Соңғы 2 жылда мал ұрлығы қылмысы бойынша 6 адам сотталып, оның 4-еуі бас бостандығынан айырылған, ал 2-еуі шартты жазаға сотталған. Түйе ұрлағанда ұры, түйме ұрлағанда ұры, мал ұрлығы ауыр қылмыс, қылмыстың өтеуі жаза.